көсе мен Шықбермес Шығайбай. Осы арадан бір-ек күндік жерде тамырын кессең қан шықпайтын, кеудесін тессең жан шықпайтын Шықбермес Шығайбай деген бір сараң бай тұрады деп естиді Алдар көсе. Ол өзі басқа көлденен көк атты түгілі құдайы қонағының өзіне қара су татырмайды екен. Татырмай көрсін ол маған, дейді Алдар көсе әйгілі сараң туралы әңгімеден кейін. Татырмай көрсін. Аты жоқ Алдар арып-ашып, азып-тозып, 2 күндік жерді бір апта жүріп, Шықбермес Шығайбайдың ауылына да жетеді. Кім келіп, кім кетіп жатқанын мүлт жібермей бақылап отыру үшін есігін жолға қаратып, киіз үйінің төбесіне басын тіккен Алдар көсе үйдің сыртымен жағалап көрінбей келеді. Сараңбай үйінің сыртына қамыс төсеп тастапты. Аяқ бассаң сықырлап хабар береді. Алдар оның бәрін бір-бірлеп жинап, былайырақ шығарып тастады да киіз үйдің тесігінен сығалады. Шығайбайдың өзі шұжық жасап, әйелі құстың жүнін жұлып, күңі үйткен басты тазалап отыр екен. Ассаламағалейкум, деп Алдар оқыстан кіріп келді. Сала-құла шұжықты да, жүні жұлынған жабайы қазды да, үйтілген қой басы да қас пен көздің арасында ғайып болды. Алдар көсе түк байқағанмастан төрге озды. Қош келдің Алдар еке, жоғарылаңыз. Бір ескеріп айтатын, бұл үйде тіске басар, өзек жалғар түк жоқ, өзімізде аш отырмыз. Оқасы жоқ бәйеке, мен сіздің тамағыңыз емес, қабағыңыз қымбат. Соны түсінсеңіз болғаны, ал онда әңгіме айта отыр. Не істеп, не қойдыңыз? Қайсысы дұрыс бәйеке? Көргенімді айтайын ба, естігенімді айтайын ба? Естігеніңнің бәрі рас бола бермейді. Көргеніңізді айтыңыз. Көргенімді айтсам, бәйеке, келе жатып жолда бір жыланға жолықтым. Мені көрді де сіздің астыңыздағы шұжықтай шеңбер жасап оратыла қалды. Мен оны сіздің ана күніңіз басып отырған қой басындай үлкен қара таспен былш еткіздім. Ал сонда сіздің қызыңыз етегімен шауып отырған еттің нанындай шалпиып сала берді. Егер өтірік айтсам, Құдай мені сіздің бәйбішеңіздің бөксесіндегі жабайы қаздай жүнімді жұлып, жалаңаштап сойсын. Ашуы бетіне шауып, шиқандай боп қызарған Шықбермес Шығайбай жан басына басып отырған сала-құла шұжықты қайнап жатқан қазанға лақтырып кеп жіберді. Бәйбішесі жүні жұлынған жабайы қазды, күңі қойдың үйтілген басын әлгі қазанға қоса лақтырды да бәрі бір ауыздан қайна қазаным 5 ай деп дауыстайды. Алдар да етігін шешіп, отыр айын 10 ай деп жайғаса бастайды. Содан кейін бәрі жатуға кіріседі. Түн ортасы ауа, Алдар көсе ақырын тұрып, былқып піскен етті алып жейді де, иесінің көне етігін кесіп қазанға салады. Содан соң асын қимаған аш жатады, етін қимаған етігін жейді, дейді де ас қайырған адамдай бетін сипап кете барады.